Барлықтарыңызға сәлем балалар, қалайсыңдар? Міне, бүгін past simple'дың біз екінші сабағын өтеміз. 28-ші сабақ. Біз алдыңғы сабақта past simple'дың regular verbs, яғни дұрыс етістік қалай өткен шаққа айналатынын үйренген болатынбыз, ал енді бүгін балалар дұрыс емес етістікті өтеміз. Дұрыс емес етістіктер ағылшынша irregular verbs деп аталады екен. Яғни irregular verbs деген дұрыс емес етістіктер дегеніміз екен. Бірден мысалымызға көшейік. Қазір ақырын шеттен сендерге түсіндіріп. Енді қараңыздар балалар. Дұрыс емес етістіктер, яғни етістіктер екіге бөлінеді, дұрыс және дұрыс емес етістіктер. Дұрыс етістіктерді біз өткен шаққа айналдыру үшін біз соңына жай ғана үйде қоса саламыз деп айтқан болатынбыз, ал енді дұрыс емес етістіктердің үш формасы болады, яғни үш түрі болады. Мысалы, say, айту. Айту деген, мысалы, мынандай үшке бөлінеді. Say, said, said деп оқылады. Міне осылай үш формасы болады екен. Осының бірінші формасын біз қай жерде айтамыз? Present simple'да айтамыз. Мысалы, мен айтамын десе, I say, ол айтады, she say деп айтамыз. Ал егер екінші формасын біз өткен шақта қолданамыз. Past simple'да қолданады екенбіз. Именно осы болымды сөйлемді айтқан кезде біз осы екінші формасын қолданады екенбіз. Мысал келтірейік, енді осылаған. Мысал келтіретін болсақ, бірінші мысалы ол өте орысша айтқан кезде громко дейді ғой, дауысын қатты шығарып айтты. Ол бұны өте қатты айтты деп айтатын болса, мысалы he said it. Ол бұны айтты деген сөз. Ол мынаны немесе ол мынаны айтты. Өткен шақта, өткен шақта болғандықтан бұл жалпы айту деген ол дұрыс емес етістік. Сол үшін де біз say деп тұрған жоқпыз. Не айтып тұрмыз? Said деп екінші формасын қолданып тұрмыз. He said it. Орысша очень громко деген ол very loudly болады екен. Түсінікті ғой, loudly деген, яғни дауысын қатты шығарып, өте қатты шығарып айтты деген сөз. Енді дауысын ақырындатып айтты. Ол қалай болады екен? She-ді, қыз баланы алайық. И тура солай екінші формасын қолданамыз. Say деген сөздің, себебі өткен шақта айтып отырамыз. Ол айтты бұны. She said it very, бірақ уже төмен дауыспен. Ол ақырын айтты. Ол өте ақырын айтты. Енді тағы да бір мысал келтірейік. Мен бұны қайта-қайта айттым. Мен бұны қайта-қайта айттым, қайталап айттым өткен шамақта. Тура солай. I said it. Мен бұны айттым. Енді қайта-қайта деген сөз again and again. Again деп оқылады. Again деген қайта деген сөз. Қайтадан немесе I said it again and again. Мен бұны қайта-қайта айттым деген. Түсінікті ғой, балалар? Irregular verbs деген міне осындай етістіктер, дұрыс емес етістіктер дегеніміз осындай үш формасы болады екен. Сендер мына үшінші формасын жалпы қазір жазып қойыңдар, бірақ олар бізге қазір қажет емес. Олар болашақ басқа сабақтарымыз, басқа уақытты өткен кезде осы үшінші формасын үйренетін боламыз. Әзірше бізге болымды сөйлемде дұрыс емес етістіктің екінші формасын қолданып үйренеміз. Жақсы ғой, Тағы да бір екінші дұрыс емес етістік ол бару, жүру. Бару, жүру деген бізде go, алдында өткен болатынбыз. Go, яғни бұл go деген дұрыс емес етістік екен. Яғни бұның екінші формасы went. Үшінші формасы gone. Не балалар? Осылай go, went, gone деп неге
үшке бөлінеді екен. Енді біз өткен шақта айту үшін мына екінші формасын қолдандық. Present simple'да жай осы шақта біз мына бірінші формасын қолданып үйренген болатынбыз. Мысалы, мен мектепке барамын. I go to school. Мен паркке барамын. I go to the park деп үйренген болатынбыз. Ал енді екіншісін үйренейік. Мысалы, мен мектепке бардым. Өткен заманда, өтіп кетті. Мен барғанымды айтайын. Мысалы, сонда біз I go емес, I went деп айтадымыз. Сол кезде мен бардым деген сөз болып шығады екен. I went, тура солай бағыт-бағдарды білдіретін сөз. To, мектепке, school. I went to school. Келесі, мен паркке бардым. Бардым. Қараңыздар, I went to the park. Мен паркке бардым. Мен паркке барамын десем, онда go деп айтатын. Жалпы өмірде, жай осы шақта айтатын болсақ. Олар ол жаққа барды. They, олар барды. They went. Тура солай. Бірінші есімдігіміз жүреді. I, you, we, they. Есімдігіміз жүреді. Содан кейін барып етістігіміз жүреді. Сонда they went. Ол жаққа there. Туда. Они ходили туда. Немесе орысша айтқан кезде. Тағы да келесі үшінші бүгінгі өтетін дұрыс емес етістігіміз ол know. Know деген білесіңдер, ол білу деген сөз. Know. Яғни кей әрпі оқылмайды, жазылғанда кей әрпі жазылады, бірақ оқығанда біз know деп айтады екенбіз. Бұның екінші формасы, балалар, new болады екен. Тура солай. Кей әрпі оқылмайды, бірақ new деп айтамыз. Жаңа деген сөзбен шатастырмаңдар. Жаңа деген ол да new деп айтылады, бірақ жазылғанда жаңа деген new деп жазылады, бірақ мынау new деген жазылғанда к new деп жазылады екен, бірақ кей әрпі оқылмайды. Бұның үшінші формасы known. Known. Know, new, known болады екен, балалар. Білу. Яғни біріншісі present simple'да қолданамыз, екіншісін past simple'да қолданады екен біз. Мысалы, мен бұны өте жақсы білдім. Білемін емес, білдім. Өткен заманда айтып отырмыз. Мен бұны білгемін. Қазір мысалы білмейтін шығармын, I. Сол үшін өткен заманда айтамыз. I knew it. Өте жақсы. Very well. I knew it very well. Мен бұны өте жақсы білдім. Өткен шақ. Мысалы, мен жауабын білдім. I knew the answer. Answer деген негізі жауап беру және жауап тіпті зат есім ретінде де қолданады екен. Сонымен I knew the answer, мен жауабын білдім. Knew білдім, өткен шақта. Келесі мысалы, мен дұрыс жауабын білдім. Тура солай. I knew the right, немесе correct. Correct, немесе right. Екеуін де жазып қояйын. I knew the right answer. Немесе I knew the correct answer болады екен. Келесі, төртінші дұрыс емес етістігіміз бұл get. Get деген балалар орысша айтқан кезде получать. Бұның екінші формасы got, үшінші формасы да got болады екен. Get, got. Яғни алу. Алу бір нәрсені біреуден алу екен. Мысалдарымызды айтайық. Мысалы, сенің сообщениеңді алдым. Яғни мен сенің сообщениеңді алдым. Алдым got болады. I got сенің your message. I got your message. Мен сенің сообщениеңді
хабарламаңды немесе алдым. Өткен шақта айтып отырмыз. Міне сол үшін де өткен шақта айтып отырғандықтан мына екінші формасын қолданамыз. Себебі бұл дұрыс емес етістік екен. Мысалы, біз әдетте ерте тұрамыз деп алдында айтып үйренген болатынбыз, Мысалы, I get up early. Жалпы, sometimes I get up at 6 o'clock. I usually get up at 7 o'clock деп, әдетте жалпы осы шақта біз get up деп үйренген болатынбыз. Енді мысалы өткен шақта мен өте ерте тұрдым деп айтатын болсақ, онда I get up емес, I got up деп айтады екенбіз. I got up деген уже мен тұрдым. Мен тұрдым өте ерте, very early. I got up very early болады екен. Келесі тағы да бір мысал қарастырып көрейік. Біз барлығын алдық. Енді қараңыздар. Біз барлығын алдық. Бірінші біз алдық деп жазып аламыз, есімдікпен етістігіміз жазып аламыз. We got. Біз алдық. Енді барлығын деген сөз everything болады екен балалар. Everything деген барлығын деп айтатын болсақ, онда everything деп айтады екенбіз. Ал енді, мысалы, біз барлық ақпаратты алдық деп отыратын болсақ, ол қалай болады? Біз алдық, тура солай болады. We got, барлық ақпарат. Мына жерде барлығын деп тұрған жоқпыз, барлық ақпарат деп тұрмыз, Яғни барлықтан кейін бір нәрсенің аттары болса, барлық бір нәрсені болатын болса, онда ол all болады екен, жақсы ма? Барлығы деген all және everything деп екіге бөлінеді. Яғни all everythingнан кейін ештеңке болмайды. We got everything. Біз барлығын алдық. Ал allдан кейін ол барлық деген сөз. Біз барлық алдық деп айтпаймыз ғой. Барлық дегеннен кейін ар жағынан бір нәрсені айтуым керекпіз. Барлық не? Барлық бір нәрсе. Тура сол сияқты allдан кейін бір нәрсе болу керек. Яғни барлық ақпарат дедім. All the information. Мынандай информация дейді ғой, информация дейді орысша. Ағылшынша information дейді. Жалпы ция деп бітетін орыс тілінде ция деп бітетін сөздердің көбісі шын деп аяқтасылады. Информация болса information болып тиюн деп өзгерте салады екенбіз да, оқыған кезде шын деп оқылады. Шын. Information. We got all the information. Түсініктіңдер ғой, міне. Жалпы allдан кейін бір нәрсе болу керек. All the information. Жай ғана we got all деп тоқтап қала алмаймыз. Обязательно бір нәрсе болу керек. We got all the information. Немесе we got everything the information деп айта алмаймыз. We got everything дегеннен тоқтау керек. Everything деген барлығын. All деген барлық. Осыны шатастырып алмаңдар. Келесі тағы да бір етістігіміз have. Have'ті сендер білесіңдер. Have деген ол иелік ету, бір нәрсенің еншігінде болса, сенің еншігінде бір нәрсе зат болса, оны біз I have деп айтады екенбіз, яғни бір нәрсе бар болу сенде. Енді ол дұрыс емес етістік екен. Бұның екінші формасы балалар had болады. Үшінші формасы да had болады. Түсінікті ғой, have, had. Яғни дәл қазір сенде бір нәрсе болса, біз оны I have деп айтамыз. Мысалы, менде барлығы бар деп айтатын болсақ, осы шақта қазір дәл қазір сенде барлығы бар болса, біз жаңа айттық, everything деген барлығы. I have everything. Менде барлығы бар. Немесе менде компьютер бар. I have a computer. Немесе доп бар. I have a ball деп айтамыз, Ал енді өткен шақта менде болды, бар болды. Қазір жоқ уже, Менде барлығы болды деп айтатын болса, онда I had деп екінші формасын қолданады екенбіз. I had барлығы everything, барлығы деп тоқтаймыз, барлық деп тұрған жоқпыз, барлығы. Менде барлығы. I had everything. Немесе менде компьютер болды десек, I had a computer. I have a computer десең, ол қазір
бар деген сөз. I had a computer десе, менде компьютер болды. Қазір жоқ, білмеймін, сатып бердім ба, подарка бердім ба, сынып қалды ма. Яғни қазір менде компьютер жоқ. Бірақ менде бұрын болса, онда I had everything деп айтады екенбіз. Содан кейінден жалпы have-ті мынандай тағы да сөйлем бар. Have a good time. Have a good time. Have a good time жанына жазып алыңыздар. Бұл уақытты жақсы өткізу. Мен де жазып қояйын қазақша. Have a good time. Уақытты жақсы өткізу. Мысалы, дәл қазір уақытты жақсы өткізіп атсаңдар, онса I have a good time. Яғни уақытым жақсы өтіп жатыр дегенін айтады екенбіз. Мысалы, біздің уақытымыз жақсы өтті. Бір жаққа бір демалысқа барсаңдар, қыдырсаңдар, уақытты жақсы өткізсеңдер, мысалы, не деп айтамыз? We had. Өткен шақта айтып отырмыз ғой, бір демалысқа барып келдік, We had a good time. We had артиклді ұмытып кеттім, артиклмен бірге айтылады. We had a good time. Біз уақытты жақсы өткіздік деген сөйлем шығады екен. Мысалы, демалыстарда бір киноға барып, паркке барып, содан кейін демалыс біткеннен кейін дүйсенбі күні бір достарыңызбен әңгіме айтып отырсыңдар, не істедіңдер десе, we had a good time. Біз уақытты жақсы өткіздік деп өткен шақта айтады екенбіз. Жалпы have a good time уақытты жақсы өткізу, had a good time уақытты жақсы өткіздік болады екен. Жақсы ма? Келесі тағы да бір дұрыс емес етістігіміз бұл understand. Understand'ті білесіңдер, understand ол түсіну. Бұл дұрыс емес етістік екен. Екінші формасы understood. Understood. Үшінші формасы да understood. Міне. Understand, understood, understood болады екен. Яғни, мен түсінемін деген I understand, мен түсіндім, I understood. Мен түсіндім. Мен сені жақсы, өте жақсы түсіндім. Осылай айтамыз ғой біз? Айтамыз, Өткен шақта I understood you very well. I understood you very well. Мен сені түсінемін деп жалпы осы шақта айтатын болсақ, I understand you very well. Мен сені жақсы, өте жақсы түсінемін деп айтатын болсақ, I understand you very well деп айтамыз. Ал енді мен сені өте жақсы түсіндім. Орысша айткенде понял. Present simple'да ол понимаю, я понимаю. Өткен шақта я понял. Түсіндім. Ол I understood you very well болады екен. Мысалы, мен барлығын түсіндім. Ол қалай болады? Жаңа айттық, I understood. Енді барлығын. Арғарай басқа ештеңе айтып отқан жоқпын. Барлық деп тұрған жоқпын. Барлығын деп айтып отырмын. Барлығын деген бізде everything. I understood everything. Мен барлығын түсіндім. Мен барлық ақпаратты түсіндім десек, мысалы, I understood all the information деп айтатынымыз. Ол себебі барлық бір нәрсе деп тұрмыз, сол үшін біз all-ды қолданатын едік. Бірақ бізде барлығын деп тұрғаннан кейін, жай ғана everything деп айта салады екенбіз. Тағы да жетінші өтетін етістігіміз дұрыс емес irregular verb. Бұл бізде read. Read деген балалар, ол кітап оқу. Енді қараңыздар. Шуде бірдей. Яғни, оқу жалпы ол дұрыс емес етістікке жатады. Бірақ қарасаңыздар, шуде
екінші формасында, үшінші формасында, бірінші формасында барлығы бірдей екен, бірақ оқылғанда басқаша оқылады. Мысалы, read деп оқса, мынау read. Read, read, то есть read деп оқылады. Read, read. Мысалы, былай айтамыз. Мен ағылшынша кітап оқыдым. Қалай болады? Мен ағылшынша кітап оқыдым. Мен кітап оқыдым ағылшынша in English. Енді қараңыздар балалар, мұқият қараңыздар. Мысалы, қалай ажыратамыз? Мынау тұрма, жоқ әлде мынау тұрма екенін қалай ажыратамыз? Оны оқығанда былай ажыратамыз. Мысалы, I read a book in English. Мен ағылшынша кітап оқимын. Read деп айтатын болсақ, ол осы шақта болады. Мен ағылшынша кітап оқимын. Жалпы осы шақта read деп айтамыз. Ал егер мен ағылшынша кітап оқыдым деп айтатын болсақ, онда I тура осылай жазамыз, бірақ оқыған кезде I read a book in English. Мен ағылшынша кітап оқыдым деген болады екен, Осыны түсініп алыңдар. Яғни жазылуы бірдей болғанымен оқылған кезде басқаша оқылады. Read оқимын, read оқыдым. Түсінді ме? Read орысша читаю, read читал. Орысша оқыдым. Түсінікті ғой, балалар? I read a book in English. Мен ағылшынша кітап оқыдым деген сөйлем шығады. Мысалы, мен сенің сообщениеңді оқыдым. I read your message. Мен сенің хабарламаңды немесе сообщениеңді оқыдым деген. I read your message болады екен. Тағы да бір мысал келтірейік. Мен ана мәтінді оқыдым. I read ана деген that. Мәтін бізде text. I read that text. Түсінікті ғой, бұлар? Read деп оқитын болсақ, ол present simple болып кетеді осыша. Read деп оқитын болсақ, past simple болады деген, өткен шақ болады деген, Біз мынандай ED дегенді қоспаймыз. Себебі бұл дұрыс емес етістікке жатады. Сол үшін де present simple болған кезде де, past simple болған кезде де тура осылай жазылады екен. Тек оқылуы басқаша. Енді міне балалар, басынан бастап мен сендерге тағы да бір қайталап оқып шығайын. Irregular verbs, дұрыс емес етістіктер. Бірінші дұрыс емес етістігіміз бұл say, said. Айту. He said it very loudly. Ол бұны өте қатты айтты. Очень громко сказал. She said it very quietly. Ол бұны өте ақырын айтты. I said it again and again. Мен бұны қайта-қайта айттым. Келесі go, went, gone. Яғни жүру. Бардым, жүрдім. I went to school. Мен мектепке бардым. I went to the park. Мен паркке бардым. They went there. Олар ол жерге барды. Know, knew, known. Білу. Білу, білдім, білді. I knew it very well. Мен бұны өте жақсы білдім. I knew the answer. Мен жауабын білдім. I knew the right answer. I knew the correct answer. Мен дұрыс жауабын білдім. Get, got. Алу. I got your message. Мен сенің хабарламаңды алдым, немесе сообщениеңді алдым. I got up very early. Мен өте ерте тұрдым. We got everything. Біз барлығын алдық. We got all the information. Біз барлық ақпаратты алдық. Have, had. I had everything. Менде барлығы болды өткен заманда. Have a good time. Ол уақытты жақсы өткізу. Сонда we had a good time деп айтатын болсақ, біз уақытты жақсы өткіздік деп айтады екенбіз. Алтыншы, understand, understood. Түсіну. I understood you very well. Мен сені өте жақсы түсіндім. I understood
everything. Мен барлығын түсіндім. Read, read. I read a book in English. Мен ағылшынша кітап оқыдым. I read your message. Мен сенің хабарламаңды оқыдым. I read that text. Мен ана мәтінді оқыдым. Мінекей балалар, жалпы біз осы курсымызда осындай дұрыс емес етістіктің 70 дұрыс емес етістікті өтетін боламыз. Яғни 10 сабағымызға мен 7-7-ден бөлдім. Сол әр сабақта 7 дұрыс емес етістіктен өтетін боламыз. Соны 10 сабақта 70 дұрыс емес, көп қолданатын 70 дұрыс емес етістікті қарастырады екеміз. Олай болса келесі 29 сабағыма дейін барлықтарыңызға кездескенше сау болыңдар деймін.